Сәлем достар, сіздермен бірге қызықты әрі қорқынышты анимация. Бұл оқиға шын өмірде болған. Мен 19 жасымда қатты ақша қажет болып доставкада жұмыс жасадым. Мен күніге жұмыс істеп қатты шаршайтынмын. Менің бастығым болатын. Ол мені тым жек көретін. Күніге ұрса беретін, айқайлай беретін. Мен де оны ұнатпайтынмын. Себебі ол семіз әрі дұрыс қырынбайтын. Және үстінен арақтың иісі саситын. Біз күніге доставкаларды әр қалаға жеткізіп отыратынбыз. Машинада отырған кезде қызық болсын деп сәл сөйлеп қалсам, ол маған сөйлеме, оңбаған қыз, мұрны қисық, қалай дәтің барады деп ұрсып беретін. Мен көңіліме алмай үндемей қоя салатынмын. Және біз әр қалаға доставкада коробкаларды қыз басымен мен түсіретінмін. Бұл мені қатты қинайтын. Ол қарап тұратын. Және біз барлық жерге тапсырып істеп болған соң қоймаға баратын едік. Бірақ кенет менің бастығым Франк қоймаға тоқтамай өтіп кетті. Мен қатты қорықтым және сұрауға да қорықтым. Ол мені ұрсатынын білдім. Және ұзақ уақыт бойы үндемей отырдым. Ақыр соңында қорыққанымнан сұрауды шештім. Аға, біз қайда баратырмыз? Деген едім. Ол қарындасым менің, біздің шұғыл шаруамыз шығып қалды деп жай ғана күліп жауап берді. Бірақ мен сенбедім, қорықтым. Дала қараңғы және бір қараңғы жерге келіп біз тоқтадық. Және бастығым дереу қайттан ашуланып, еш қайда шығушы болма деп кетіп қалды. Мен бастығымды күтіп отырдым. Және қойманы ойладым. Қойманың ішінде менің заттарымды ойладым. Яғни заттарым қалып кеткен еді. Телефоным, сумкам. Және бір уақытта қатты далаға шыққым келді. Сосын есікті ашып далаға шығуды ұйғардым. Бір жерге келіп отырдым. Және орнымнан тұрған кезімде менің бастығымның бір фонарик жанды. Және бастығым келе жатыр. Бастығымның жанында бір жігіт бар. Мен үндемей отырып тыңдадым. Олардың дауысы маған анық естілді. Яғни қасындағы адам қыз қайда деп менің бастығымнан сұрай берді. Бастығым қатты үрейленіп, ол осында болатын, жаңа ғана машинада болған еді, білмеймін деп жауап беріп ақталып отыр. Егер қызды таппасаң, өлесің деді. Мені іздеді олар. Мені іздеп жатқанын қатты түсіндім де қорқып қашып кеттім. Мені ұстамаса екен деп алдарыма қарамай қаша бердім. Тіпті құлап түстім. Бірақ тоқтамай қайда болса да қаша бердім. Бір уақытта үй көрінді. Сол үйге қарай кірдім. Көмек сұрадым. Ол кісі полицияға хабарласты. Осы оқиғадан кейін мен жұмыстан шығып кеттім. Бірақ 2 аптадан кейін маған жұмысымнан хабарласты. Яғни ол жұмыста маған бір қыз Франкты, яғни мен бастығымды соңғы рет мен көргенімді айтты. Сөйтсем менің бастығым құмар ойын ойнаған екен. Және ол көп ақша қарыз болған. Ол ақшаны төлей алмай, мені сатпақшы болған екен. Және ол кісі мені қатты ұнатып қалған екен. Және сол үшін мені құлдыққа алмақшы болады екен.